тойда, туған күндерде, отырыстарда, жаңа жыл сияқты мейрамдарда көбіне панкреатит жиі болады. Себебі ондай кезде біздің күнделікті жейтін тағамға қарағанда 2-3 есе ұйқы безіне жүктеме түседі. Яғни күнделікті жейтін қорытатын тағамға қарағанда көп мөлшерде ол жерде тамақ болады, және тамақтың түрлері де әртүрлі болады. Майлы тағамдар оның ішінде көп болады, әртүрлі құнарлылығы жоғары. Одан кейін ол тамақты жеп болғаннан кейін оны біз алкогольмен араластырамыз, одан кейін шылыммен араластырамыз. Осылай ұйқы безіне қатты күш түседі, бірден панкреатитке алып келеді. Одан кейін екінші себеп, ораза кезде, ауыз бекіткен кезде күні бойы тым тамақ жемей аш жүреміз де, ауыз ашатын кезде бірден толтырып тойып тамақты көп мөлшерде жеп қоямыз. Бұл кезде де біздің ұйқы безімізге 2-3 есе күш түседі де, ол қатты жүктемемен осы қабынып панкреатитке алып келеді. Сол себепті аз-аздан жеу қажет, арасына уақыт салып, асықпай шайнап, өз-өзін шектеп жеу қажет. Ұйқы безі өте нәзік орган.